Татаал турмуштун түйшүгү эч качан бүтпөйт. Ал эми андагы жумуштун көптүгүн айтпаса деле болот. Азыркы биздин каарман жумуштун көптүгүн шылтоолоп, жакындарын унутуп бараткандай сыяктанат. Өзү канчалык жакшы инсан болбосун, жакындарына убакытын ажырата албаганы аны артка тартып турат. Желде учкан жип минип жумушуна бел байланган бул каарман бүгүн апасынын туулган күнү экенин унутуп калган. Стол бетиндеги апасынын сүрөтүн көрүп туулган күнүн эстеди. Убакыттын кызганып, эң жакшысы 2-3 саатын үнөмдөп калуу максатында апасына күлдести алып жөнөтүп жиберүүнү чечти. Ne oldu sana? Bugün apamın doğum günü kılabı Petron. Apamın tuğlan günü? Ha? Benim de apamın tuğlan günü. Ne diyorsun sana gül alıp verin? Ekolün apamın tuğlan günü vereyim. Ciro. Bana gülü de aldık. Seni apam oturup koyalım. Nasıl mı? Ben barayım. Ne oldu apam? Apam alacak da akşam yok da barınga. Akşam yok. Ha? Ciranda. Neyse özüme bakma. Ayaktayım. Yol görüşüp durun. Ne bayasın? Ha? Yol görüşüp dursan ben oturayım. Bu yerin ne kavram mı kanka? Öyle rakam. 200 litre mi? Hı.
Бияка барам бе? Sen Қандайсың апа? Мен сізді сағындым. Қарашы саған қандай сон ойлап келдім. Айтпадың емес. Одан берем да. Сізді сағындым. Адет межелеп барды іштеп жатап атақтыңдағы қинаған жоқпыз. Бір ғана бардығы жетішуді беру, мына сіз жетішпейдіңіз. Апа, сізді сағындым. Сіз бұл құшақта отыратын. Апа, мен сағындым. Құдай, апама бейжіңді бер. başında ben insan bulma. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Amin ey Kuday. Bayastan enimdin. Apasının жатқан жерін топырағын торқо қыл. Günelerini özün geçir. Үй бүлесіне сабыр бер. Өмірін рызқысына берекеңді бер. Атасы апасы тірүү болғандарға өзіңе иман бер. Ақыретте бейшіңде жолықшуын насip et. Günlerimizi geçir ya Rabbi. Муштай бала көз өткөн апасына бара алса, эмне мен тирүү апамдын жанына барбайм. Эң жакшысы мен азыр апам үчүн айылды көздөй сапарлайм. Алло, мен угуп береми. Бүгүнкү жолугушуулардын бүт бардыгын жокко чыгар. Мен айылга баратам, эртең келем.